Ассаламағалейкум. Армысыздар. Телеэфирде информ бюростермен бірге Лимара Салих. Және Мақсат Толықбай, назарларыңызда бүгіннің басты жаңалықтары. Алматыда көлік жүргізушілердің жаппай ереуіліне жолаушылар да қосылды. Атырауда төтенше жағдай, қала ортасында ойран салмақ болған лаңкес ұсталды. Студенттер аштық жарияласа Жұмағұлов жарлығын өзгертеме. Атырауда төтенше жағдай, ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері иығына жарылғыш заттар асынған қала тұрғынын қолға түсірді. Өкінішке қарай ұстау операциясы кезінде лаңкес бір әйелді тапаншасымен атып үлгерген. Артынан белгілі болғандай ол теріс ағымдағы экстремистік топтың мүшесі болып шықты. Жарылғыш заттарды оның не мақсатта пайдаланбақ болғаны қазір анықталып жатыр. Сондай-ақ Семейде бір әскерді жойып жіберуге жетерлік қаруды енесінің үйінде сақтап келген азамат ұсталып дереу қамауға алынды. В ходе осмотра под кроватью обнаружен металлический автомат. Полицейлер тексеріс барысында Калашников автоматы мен 49 оқ-дәрі тапқан. Сонымен қатар 14 жарылғыш граната мен 2 аңшы мылтығын тәркіледі. Ұсталған азаматтың айтуынша, бұл қарудың барлығы оған әкесінен мұраға қалған екен. Суық қаруларды тек аңшылық кәсіпке ғана пайдаланып жүрдім деп ақталды ол. Жаңағы осы қаруды сақтаған азаматтың әкесі бұрын 2003 жылы аса ауыр қылмыс жасаған үшін осы полиция қызметкерлерімен ұсталған болатын. Сол ұсталған кезінде ол жаңағы өз-өзін атып өлтірген. Жаңағы азаматтың айтуы бойынша ол қарулар жаңағы осы әкесінен қалған, яғни осы әкесі сақтаған осы қаруларды. Алматының автобекетінен шыққан айқай бүгін басқаша бағыт алды. Сайрандағы кешегі көлік жүргізушілерінің ереуілін енді жолаушылар жалғастырды. Оларды бір-ақ күнде шарықтап кеткен билет бағасы шамдандырған. Айтуларынша бұрын 500 теңгеден басылатын баға бірден 3800-ге аспандап кетіпті. Алайда вокзал басшылығы билет бағасында айтарлықтай өзгеріс болмағанын айтады. Жолаушыларды дүрліктіріп жүрген делдалдар деп отыр. Кешегі ереуілдеген ел бүгін наразылықтарын білдіріп жол жапты. Ашынғандарды алыс сапарынан жолаушысының билетпен жүруін талап еткен көлік бақылау инспекторлары да көлік жүргізушілерге үркейе қарайтын жол сақшысының таяғы да тоқтатылмады. Кешегі ереуіл вокзал кассасына түспей қаншама қаражаттың қазынадан айналып өтіп жатқан айғақтап берсе, бүгінгі бүлік жолаушыларға билеттің шынайы бағасын бағамдауға мүмкіндік берді. Түк түсінбеген жұрт бекет бағаны көтерді деп налып жүр. Бүгін қымбаттап қапты, енді бүйтіп 3800-ге жол жүргенше ұқтап жатайық та 3800 үйде жеп. Кассаға осылай ақша төленіп жатыр қазір деп. А бұрын сіздерге бұндай билет бермейтін, е? Бұрын билет бермейтін. Бір жарына 11 адам жинадым. Бір жарынан 3800-де 10% бересіз, 15% бересіз дейді қазір воротаға. Мен 3800-ден жинамасам мен қалай беремін? Еще 1000 километр мен Жетісайға барамын, мен Солярка қайықтан қоямын мен. Бұған дейін жолаушысыз Алматыдан аттап шықпайтын Шымкенттегі автобустардың ғана шымбайына батқан жоқ. Бұл өзгеріс оңтүстікке бағыт алған барлық көліктерге қойылған бұл талап бұрында болған. Тек бекеттегілер білмей келген сыңайлы, әлде әкімшілік талабын тыңдар құлақ болмаған. Болмаса кассаға түскісі келмейтін қаржының қожайыны көп деген сөз. Әйтпесе белгіленген бағадан төмен ақы алып, алыс сапарға шығатын автобустардың жолаушысының жайын ойлады ғой деуге сену қиын. Өйткені билет бағасы бүгін шарықтамапты. Қарамағындағыларға құзырын жүргізе алмаған бекет басшылығы осылай деп шарасыздық танытып отыр. Шара қолдана алмаймыз біз оларға. Олар мына көшеде кетіп баратқан, яғни мына автовокзалдың территориясына келген жолаушыларды қолынан ұстап, өздері автобусқа кіргізіп, әрине енді бағасы олар бағасını түсіріп айтады. Қазіргі мезгілде әрине біздің бағалармен салыстыруға болмайды. Олар енді налогты да төлемейді. Бастық айтқан қазынаны қаражатынан қағып отырғандар болса, бұдан басқа тірлігіміз жоқ, нанымыздан айырмаңдар деп ашулы. Тіпті билеттерін түгендеп, тексерістерін күшейткен көлік бақылау инспекциясының мамандарына да бағына қоймады. Олар тіпті жол сақшысының ала таяғы да үркіте алмады. Алатаяқтылардың тәртіпке шақыруына да пысқырмады жұрт. Енді бірде жол жабуға кірісті, әріптестеріне қолдау танытып. Сөйтіп Жетісайы, Шымкенті бар, Қызылордалығы қоса көп автобус тексеріске тоқтамай қашып кетті. Құтыла алмай тұтылғандарына хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Мейрам күндері адам көп кезде билетті көтеріп жібереді. Мысалға жаңа өздеріңіз естіген шығарсыздар, жай күндері 2000 болса 5000, 10000-ға шейін билет шығып кетеді.
Ал автобекет алдында санаулы ғана уақытта тексеру жүргізген көлік бақылау мамандары 17 заң бұзушылық дерегін анықтап 125 мың теңге айыппұл салды. Ирина Сәбитжанқызы, Думан Сүлейменов, Азамат Жаңасбаев, Информбюро 31 арна, Алматыдан. Ал оңтүстік Қазақстан облысында мектеп мұғалімдері жалақыларын азық түлікпен алуда. Бұл туралы мұғалімдердің тәуелсіз кәсіподағына толасы түсіп жатқан шағымдардан белгілі болған. Ұстаздар мәжбүрлеп сатылып жатқан көкөніс жергілікті биліктің бағаны тұрақтандыру үшін қоймаға қыстай сақтаған азығы деп пайымдайды. Қымбат бағада картоп, пияз сатып алып жатқан ұстаздар мұндарын шағып кәсіподаққа шағымданған. Ашық арызданудан бас тартқан мұғалімдер жұмыстан қуылудан қорқамыз дейді. Картоптың 1 килограмм 100 теңгеден сатып алатындардың айтуынша, бұл білім ошағы басшылары мен билікке бағынатын басқарма бұйрығы. Алайда облыс басшылығы бұл болжамнан бас тартты. Жалақы мәселесінде қиындық жоқ деп қайырды. Ал Павлодарда колледж студенттері талап орындалмаса аштық жариялаймыз деп мәлімдеді. Жергілікті жастар министр Бақытжан Жұмағұловтың жоғары оқу орнына түсу туралы ережесіндегі 111-ші жарлыққа шилігіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш жарлықтың 6-шы тармағында колледж тәмамдаған маман өз мамандығы бойынша жоғары оқу орнына түсетін болса, қайтадан кешенді тест тапсырсын делінген. Мұндай жарлық шықпай тұрып, колледжге түскен студенттер алданып қалдық деп ашынып отыр. Сол себепті Самұрық жастар бірлестігінің мүшелері бейбіт жолмен мәселе шешілер деген үмітпен президенттің атына ашық хат жолдауға дайын. Ол хатқа 865 студент пен мұғалім қол қойыпты. 50-ден астам жас өркен қатысқан жиын соңында аталған мәселе бойынша оңтайлы шешім шықпаса, бір ауыздан аштық жариялаймыз деп тарқасты. Наразылық ретінде мен аштық жариялауға дайынмын. Бүгін аштық жариялағысы келетіндер тек мен емес, екеніме көзім жетті. Менің үлгімді республиканың басқа да студенттерді қолдайтынына сенімдімін. Талайды түңілдіріп тұрған тұрғын үй бағасы қашан төмендейді? Жыл сайын мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асырылғанымен баспанаға зәру адамдардың саны азаяр емес. Коммерциялық банктер ұсынып отырған ипотекалық несие құны да қараша халыққа қол жеткізер емес. Толығырақ тілшіміз Жанар Жолтаева тарқатады. 2001 жылдың ортасынан бастап үй бағасы күрт шарықтап, айлап емес апталап өсе бастады. Қымбатшылықтың шегіне жеткен 2007 жылдың ортасын 90 жылдармен салыстыратын болсақ, баспана құны 1000%-ға өскен екен. Және де мұндай өсім ешбір елде бұрын соңды болмаған көрінеді. Бұл аралықта үй құрылысы тоқырап, ұсыныс кеміді деп айтуға да келмейді. Себебі құрылыс бұл кезеңде бұрынға қарағанда қарқынды жүріп жатты. Әйтсе де баспана құны әлі күнге дейін қол ұстатпай тұр. Кредитке алу оңай шаруа. Екінің бірін қолынан келе бермейді. Бізде кредиттің екі есе көп бағасы. Кредит алдың, депозитқа алдың, өмірің ақыда төлесің, төлемесең жоқ. Мен ойымша Алматыдан үй алу қиын. Түсіріп жатырмыз деп айтады. Оған, по-моему, түсірген еш нәрсесі жоқ. Сол баяғы 20%, 17% жоғары шығар. Сол любой банктен. Үстіндегі үстемесі қымбат пайызы. Қазіргі жастардың айлығы да жұмысына байланысты көтереді деп айта алмаймын. Елімізде сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы да іске асты. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі төмен пайызбен несие таратып, баспаналы болам деген біраз адамның үмітін жалғады. Бөлінген қаражатқа 2700 пәтер салынып, мұғалім, дәрігер, полицейлердің көбісі үйлі болды. Алайда қолжетімді баспананы өтеуге жалақысы жетпей, төлемге қабілетсіз деп танылғандар саны да көп болды. Қазір тез шарада несие алам деген адамдарға пайыздық мөлшерлемесі 8,5-9%-бен және 10,5-11%-бен несиелерді қазір күннің өзінде ала беруіне болады. Бұл мөлшерлемелер, яғни барлық осы несиелендіру мерзіміне емес, тек қана бір 3 жыл, 5 жылдан кейін төмендетіледі. Сенімен бірге тұруға мен де ынтығып тұрған жоқпын. Бөлмемді жас жұбайлар жекешелендіріп алды. Бұрын мына жағы Ералы мен Шералыныкі. Ар жағы сенікі болды ма сонда? Әр туған күн сайын бір абойдан жабыстырып, территориям енді кеңейіп жатыр еді. Үйлене қаңғыраш. Екінші деңгейлі банктер болса, ипотекалық несие құнын төмендетуге асығар емес. Бұған кредиттерін уақытылы төлемей, банкті тығырыққа тірейтін заемшылар себеп көрінеді. Қаржы институттарының басшылары да ортақ ымыраға келуге құлықсыз екен. Депозиттердің мөлшерлемесін төмендетпей, кредит пайызын арзандату мүмкін емес. Ал оған банктердің бәрі бір ауыздан келіспей отыр, дейді Темірбанк төрағалары.
Былтыр біз мысалға ипотека дейді ғой, соның пайызы 13-14 болса, қазіргі кезде ол 11,5-нан 12 сол пайыздардың маңында. Осылайша баспана мәселесі оң шешімін әлі таппай тұр. Сансыраған қазақ бір бөлмелі пәтерге жете алмай, жетім бұрышты жайлап жүр. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро 31 арна, Алматыдан. Жаңа ғана келіп түскен ақпарат. Атырау облысы қылмыстық істері бойынша арнайы ауданаралық сот терроризмге қатысы бар деген 47 айыпталушыға үкім шығарды. Сот процесі жабық түрде өткізілді. 2011 жылдың 2 сәуір күні 31 қазанда болған 2 дүркін жарылыстарға қатысы бар деген 5 айыпталушыға 12 жылға бас бостандықтарынан айыру жазасы кесілсе, бүгін, яғни 18 сәуір күні қалған 42 айыпталушыға 5 пен 15 жыл қатаң режимдегі колония жазасы кесілді. Естеріңізге сала кетсек, 31 қазан күні Атырау қаласында 2 бірдей жарылыс болып, жанкешті оқиға орнында мерт болған еді. Кейіннен белгілі болғандай терактке халифат сарбаздарының ісі екен анықталған. Олардың барлығы афган боевиктерінің қатарында жүрген Қазақстан азаматтары. Мемлекеттің тауар бағасын реттеуге қауқар жетпейді. Өйткені табиғи монополияларды реттеу агенттігі монополистермен күресудің орнына олардың айтқанымен жүреді. Кәсіпкерлердің пікірі осындай. Өйткені үкімет азық-түлік бағасын тұрақтандыруға талпынғанымен, оған тікелей әсер ететін энергия көздерін бақылауында ұстай алмайды. Ал кеден одағына тәуелді баға саясаты тұрмысы нашар отбасыларын әлде діңкелете түсетіні анық. Энергия көздерінің қымбаттауы бизнестің өркен жаюына кедергі келтіруде. Өйткені үкімет тікелей тауар бағасына әсер ететін электр қуаты жанармайдың қымбаттауына жол беруде. Бірақ тауар бағасының артқанына мүдделі емес. Биліктің шағын кәсіпорындарға шамасы келгенімен алпауыттарға пәрмені жетпейді. Монополистеріміз өте күшті. Олардың жаңағы оян саясатын, олардың жаңағы реттейтін мемлекеттік органдар күші жетпейді оларға. Сондықтан олар ең алдымен өздерінің жаңағы мүддесін қорғайды, әрине өздерінің жаңағы пайдасын табу керек. Ал саясаттанушылар инфляцияның бізге импортталып жатқанын айтады. Еліміз кеден одағына кіргелі бері бағаны Ресеймен теңестіру жүріп жатыр. Тауар қызмет бағаларда айтарлықтай көтерілді. Бірақ инфляция деңгейі Марченконың есебінде ғана өспейді. Ал азық-түлік бағасы бірнеше есеге қымбаттап кетті. Бұл да оның шек емес себебі Белоруссия 200 мың рубльдік купюра шығарды. В этом году Жыл басында үкімет деңгейінде бюджет қызметкерлерінің жалақысы енді өспейтінін мәлімдеді. Онымен қоса зейнетақы мен жәрдемақының да артпайтыны белгілі. Егер үкімет халықтың әл-ауқатын жақсартуға мүдделі болмаса, автоматты түрде инфляциямен күресуі тиіс. Инфляция жағдайы төмендердің басты жауы. Кейбір экономистер ақшаның құнсыздануын кедейшілік салығы деп атайды. Инфляциядан ең бірінші болып әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар зардап шегеді. Күннен күнге біртіндеп көтеріліп келе жатқан бағаға халықтың еті үйрене бастаған, бірақ ызасын тудыруда. Зейнетақымыз жетпейді. Зейнетақымен күн көре алмайсың. Содан кейін жұмыс істеп жүрміз. Частный нелерді іздеп тауып, соларда жұмыс істеп жүрміз. Пенсия жетпейді. Бұл күннен күнге қымбаттап жатыр. Былай адамға байқаусыз жасайды, бірақ қымбаттап жатыр. Соны кішкене қалыпқа кетірсе адам қалтасына лайықты болады. Өткен жылы үкімет азық-түлік бағасын тұрақтандыруға талпынған сыңай танытқан еді. Биыл жыл басынан бері темір жол әуе билеттерінің құны өсті. Тауар бағасы да біртіндеп артып келеді. Бірақ құзырлы органдар үнсіз. Ұлан Тәліпбай, Думан Сүлейменов, Алмас Бестенбеков, Информбюро 31 телеарна, Алматыдан. Алда көретіндеріңіз. Жалған құрылыс компанияларының уысына мемлекеттік тендер қалай түсіп жүр? Алтаяқты баланы аман алып қалудың жолы бар ма? Бұдан өзге де ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысында көзге көрінбейтін компаниялар көбейіп кеткен. Алаяқтар жалған мекенжаймен тіркеткен фирмалар іс жүзінде миллиондаған тендер ұтып алып, қараларын батырып отырған. Мәселен, дәл осындай мекемелердің бірі өткен жыл Алматыда 2 мектеп пен бірнеше көп қабатты үйді жөндеуден өткізген. Айда жұмыс аяқталғанымен олар жалдаған жұмысшыларға жалақы берілмепті. Талдықорған маңындағы мына 5 қабатты үйді жөндеу құжат бойынша ірі құрылыс компанияларының біріне жүктелген. Алайда тұрғындар еш уақытта құрылысшыларды көрмегендерін айтады. Сондай-ақ Алматыдан келген құпия фирманың басшыларын алданып қалған жұмысшылар да таба алмай жүр. Жетісу құрылыс инвест басшылығын жарты жылдан бері көргеміз жоқ. Ұялы телефондары өшірулі, қала ортасында тұрғызған 38 және 120 мектептердің ақысын сұраймыз. Аз ақша емес, 31 миллион теңге. Әлі күнге дейін ала алмай жүрміз.
Көзге көрінбейтін фирмалардың жетекшілерін іздеуге құқық қорғау орындары да кіріскен. Тәртіп сақшылары қашып жүргендерді ұстап, құрылысшылардың жалақысын төлетеміз деп уәде беріп отыр. Ізім қайым жоғалған бұл компанияларды табудың заңдық мүмкіндігі бар. Егер олар жұмыс атқарса, ол үшін ақша алса, қаржы аударылған болса, табуға болады. Көп ұзамай көзден ғайып болған құрылыс компаниясының ізі Алматыдан табылды. Алайда фирманың жаңа басшылары бұрынғы құрылысшыларға қарыздарын қайтарудан үзілді-кесілді бас тартты. Бұл кісілердің істегенін не отрицаем, істеді. Бірақ мен қазір мына фирманы алғаннан кейін, қазір қарап отырсам, ешқандай бухгалтерский қағаз жүзінде ешқандай алынған ақшаны акт выполнить работ дейді ғой, жұмыс нелеріне. Ешқандай ондай қағаздар әлі көрген жоқпын. Прокуратураның ақпараты бойынша облыста жалған құжат жасатып, тендер ұтып алып жүрген фирмалар аз емес көрінеді. Тіпті олардың жалақы жағынан қарыздары 600 миллион теңгеден асып жығылады. Өкініштісі сол алаяқтықпен айналысып келген компаниялардың ешқайсысы заң алдында жауап бермеген бүгінге дейін. Лимара Салихалиев, Медиева, Айдар Қажымратов, Информбюро, Алматы облысы. Павлодарда дүниеге шөм келді. Облыстық перзентханада биылғы жылы алғаш рет өмір есігін ашқан сәбилердің есімі Аңсар, Әнуар және Арлан. Балғындардың денсаулығы жақсы. Қалаттылардың айтуынша, сәбилер алдағы күндері үйлеріне жіберілмек. Ағалы інілі Ануар, Аңсар және Арлан ұлыстың ұлы күні наурызда шіретіп дүниеге келді. Кілең А әрпінен басылатын есімдерді сәбилердің әкесі Бақытжан қойған. Балғындар жүктіліктің 32-ші аптасында ерте туғандықтан үшемдерді біраз уақыт перзентханада жетіліп, емдей тұруға тура келді дейді перзентхана дәрігерлері. Ал 3 жыл сүйіп төбесі көкке екелі жетпей қуанып отырған Ольга Нұрғазина қазақтың санын одан әрі көбейте беруге ниетті. 4 баламен бала санын шектемеймін. Әлі қыздарым болса деп армандаймын. Бала деген бұл бақыт, шаттық қой. Bir сөзбен әлі тоқтамаймын. Таба бермекпін. Ольга қазақтың келіні. Алтын құрсақ ана бұған дейін Санжар есімді бір ұлды дүниеге әкелді. Жас жанұя бұған дейін бір бөлмелі пәтерді жалдап, жан сақтап келген. Нұрғазиндер отбасының бұрынғы 3 адамына бүгін ертең тағы 3 мүше келіп қосылмақ. Қатары бір күнде көбейіп, қуанып отырған жас отбасы енді 2 не 3 бөлмелі пәтер жалдағалы отыр. Ал жергілікті атқа мінерлер болса, жұмған аузын ашпай, үнсіз отыр. Мен бұл отбасына үкімет пәтермен көмектесе ма, жоқ па, оны айта алмаймын. Бұған дейін туған үшемдерге пәтер беріпті деп естігемін. Бұл жолы не боларын білмеймін. Дәрігерлердің айтуынша, үшемдердің табиғи жолмен дүниеге келуі өте сирек кездесетін жаратқанның ерекше сыйы. Көбіне экстракорпоралды тәсіл арқылы жасанды жолмен үшемдерді тууға болады екен. Ал мұндай нағыз табиғи үшемдер некен саяқ. Бір жолда 3 сәбиді дүниеге әкелген батыр ана жас келіндерге мынандай ақыл айтады. Рожать и рожать, как бы. Что дети это прекрасно, это очень прекрасно, и это счастье. Айта кетейік, 2011 жылы Павлодарда 3 мәрте үшем туған, ал биылғы жылдың алғашқы қарлығаштары Нұрғазиндер, Әйгерім Асқарбаева, Алмас Бестембеков, Ардабек Меркіт, Павлодар. Бүгін Алматыдағы перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығында отандық хирургтер Италия елінен келген мамандармен бірлесіп туа біткен жүрек ақауына шалдыққан 93 балаға ота жасады. Бір апта бойы осы орталықта қызмет етіп жатқан шетелдік дәрігерлер осы күнге дейін 9 балаға операция жасап жаңа өмір сыйлады. Әріптесіміз Айда Боранбай ашылғаны небәрі 5 ай болған Алматыдағы жалғыз балалар кардиохирургия орталығының жұмысымен танысып, науқас балалардың қалын біліп қайтты. Жүрегіне ота жасап, жансақтау бөлмесінде шырылдап жатқан мына сәби небәрі 8 айлық. Осы нәресте сияқты туа біткен жүрек ақауына шалдығып, операция жасату үшін кезекте тұрған кішкентай балалардың саны бүгінде 1600-ден асып отыр. Жансая есімді мына 4 айлық сәбидің жүрегіне кеше ғана күрделі ота жасалды. Қазір оның жағдайы бір қалыпты. Дәрігерлердің айтуынша, жыл сайын шамамен елімізде 3000-ға жуық бала туа біткен жүрек ақауларымен туылады екен. Ал бұл сәтті аяқталған отадан кейін көз жасына ерік беріп отырған Айжан есімді ананың қазіргі сезімі. Баласы үшін қатты қорыққан ана бүгінде барлық қайғыны ұмытқан. Өте қатты қорықтым, қобалжыдым. Операция жақсы дәреде өтті. Ал тәжірибелерімен бөлісу үшін Италиядан арнайы келген дәрігерлер осымен 9 баланың өмірін аман алып қалды. Осындай оталарды 17-18 жыл бойы жасап жүрген әріптес мамандардың көмегі бізге үлкен қажет дейді отандық дәрігерлер. Шетелге барып оқып, шетелдің мамандарын елімізге шақырып, тез арада соны
енгізіп жатырмыз елімізге. Әрине ол кісілердің бай тәжірибесін біз толық мүмкіндігін толық пайдалануымыз керек. Бұл орталыққа науқас балалар еліміздің әр аймағынан келеді. Айта кетейік, аталмыш операциялардың барлығы тегін жасалады. Аида Боранбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Көкшетау қаласының 6 жасар тұрғыны Динаға көмек керек. Өмірге ден сау болып келген нәресте 8 айында Веста синдромына шалдығады. Қазір баланың жасы 6-да, бірақ әлі күнге өз еркімен аяғын баса алмайды. Ананың ендігі арманы баласын Америкада емдету. Ғалымдар да думан әдісі арқылы емделген адамдардың 26% аурудан айыққанын, 67-сі айтарлықтай көрсеткішке жеткенін, тек 7% ғана нәтижесі екенін көрсетіп отыр. Туа біткенде 8 айдан пайда болды ғой. Неге пайда болды сонда? Енді ол ауру сұрамайды ғой, қалай пайда болады деп. Вот менің басыма берді, соны көтеріп атам. Ал бүгін алаш қайраткерлерінің қазақ газетінен кейінгі екінші мінбері болған Ақжол басылымы мен Шолпан журналының кітабы болып басылған көп томдық тұсаукесерінің таныстырылымы өтті. Жинақта Қазақстан мен Өзбекстанның мұрағаттарынан жинатып, араб қарпінен бүгінгі емлемен баспаға әзірлеуге ақын мұрағатшы Қанбибі Есенғараева бас болған. Ақжолмен қайта өмірге келген Шолпан журналы да көпшілікке таныстырылды. Екі басылымда алаш қайраткерлерінің қиын қыстау кезеңде Ташкентті паналаған заманының белгісі. Ұлтшыл билікке жаңа ғана келген Совет өкіметін бірде ашық, бірде астарлап сынап тұрған басылымдар Сталиннің тікелей пәрменімен жабылған болатын. Екі басылымды да әзірлеген Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғын-сүргін құрбандары мұражайы. Пәкістанның Суккур қаласында 6 аяқты сәби дүниеге келді. Ақ халаттылар баланың мұндай жағдайы генетикалық мутацияның салдары, немесе анасының құрсағында дамымай қалған паразит егіздердің кесірі болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Дәрігерлер алғашқы болжамда ақиқатқа жақын болуы мүмкін дейді. Себебі баланың әкесі Имран Шейх рентген аппараттарымен жұмыс істейді. Оның үстіне ол әйелі мен немере аға қарындас болып келеді. Бұл факторлардың барлығы бүлдіршіннің дамуына әсер етуі мүмкін екенін жоққа шығару қиын дейді ғалымдар. Қазір құны 200-ден 3000 ақш доллары тұратын ота арқылы баланың өмірін аман алып қалу мәселесі қарастырылып жатыр. Отаға байланысты шығынды жергілікті билік өз мойындарына алмақ. Шарана мен ананың денсаулықтары бір қалыпты. Күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алда жарнама және ауа райы мәлімет келесі кездескенше аман сау болыңыздар.